Не үшін Adobe программаларына жоламау керек? И то официальный сайтында официальный бесплатный версиясы бар ғой оның еще. S-Log'ты түсіріп келем, S-Log'ты интерпретация жасасам, қайдағы S-Log айналайын, монтаж деген сөздің М деген әрібі де жоқ миларында вообще. Нафига, кім үшін, не үшін, не отыр өзі? S-Log нафиг не нужен негізінен 90% съемкада. Мобилограф деген сөз как будто бар ғой, маған андай ғой естіледі. Бонусдан да төмен нәрсе шықты. Қатып құлады да болды анау. Двигаться нельзя дальше деген. 100%-ың тастап кетесіңдер, отвечаю, After Effects менікі емес деп айтасыңдар. Жастар, бәріңе сәлем. Бұл видеода нашар видеографтар мен конченый мобилографтар жайлы айтамыз. Мен жалпы өз-өзімді видеограф деп айтуға ұялам. Өйткені жұмыстарым өзіме қатты оңай қоймайды. Ал мобилограф деп айту вообще унижение деп есептеймін. Бірақ кейбір емес, көптеген мобилографтар менен көп ақша табады деп айта алам, иә. Бірақ маған бәрібір, менің ойым сондай өзгермейді. Тек қана телефонмен кез келген тірлікті жабуға болады дейтін анандай адамдар бар ғой, сондай фанатиктер. Вот солардың яғри қарсыласымын, ондай жек көрем. Каждый задачаға керекті техника керек болады, сол техникамен орынды жауып отыру керек деп есептеймін. Жаңағы телефонды көрсем болды, ойбай атмена мынау болмайды телефонмен деп айтып жатқан жоқпын. Өз орнымен жаңағы телефонмен де кейде қатты шығындалмастан жақсы нәрсе істеп алуға болады. Задачаға байланысты. В общем, адекватный реакция. Бірақ бұл видео ол жайында емес. Қазір техниканың бәрін перечислять етіп, камера телефоннан мықты, мынандай задачада телефон камерадан мықты деп отырайын деп тұрған жоқпын. Адамдар жайлы болады бұл видео. Қазір мен көрсетейін. Мен MacBook қолданам. Соңғы бір аптаның ішіне қолыма 3 түрлі адамның MacBooktары кеп түсті. 4-шісі де келу керек еді, ол атмен ауып кетті, в общем. Олар кімдер? Олар менің таныстарымның таныстары, в общем. Через кого-то келіп жатыр маған, в общем. Мен оларға программа установить етіп беріп жатырмын, в общем. Установить ету дегенде анандай ғой, пиратский тірліктер, в общем. Ақша төлену керек программаны, ақша төлемейтіндей етіп, ақша сұрамайтындай етіп, установка жасап беріп жатырмын. Видеомен, фотомен айналысуға болатын программаларды. Бірақ осы соңғы аптада келген 3 MacBooktың запростары, 3 түрлі адамның, екеуі начинающий болды, вообще дым қақпайды, MacBook қолдарына енді ғана тиген. Біреуінің қолында MacBook баяғыдан бар екен, бірақ, не особо разбирается, кішігірім монтаж біледі екен уже. В общем, не суть. Үшеуінің де запростары Premiere Pro программасы керек деп айтылды да маған. Premiere Pro программасын установить етіп бердім. Онымен қоса біреуіне Adobe жаңағы After Effects'ті жазып бердім қосымша, біреуіне подарок ретінде DaVinci жазып бердім деген сияқты. Но в основном постарался айтуға жаңағы DaVinci'ға көшіп алыңдар. DaVinci пайдалырақ, болашаққа кішкене қарай жүріңдер. Premiere Pro'да ақша сұрайды, ай сайын төленетін программа деген сияқты. Қазір тоқталамыз оның бәріне, подписочный система деген не, анау мынау. Не үшін Adobe компаниясын жалпы мен жек көрем? Не үшін Adobe компаниясының программаларына новичоктарды жаңағы предлагать етпеймін новичоктарға? Отырма деп айтам. Вообще Adobe'қа жоламаңдар. Өйткені Adobe компаниясы тек қана программный обеспечение сатумен айналысады да, и оларға солай выгодный. Сенің ай сайын ақша төлеп отырғаның өте выгодный. Олар сондай системаны ғана қолданады. Ал жаңа мен айтып жатқан DaVinci программасы видеографтарға арналған, бір-ақ рет сатып аласың, и өмір бойына сенде лицензия болады деген сияқты. Пока что сондай политикасы, уже біраз жылдар болды, пока что сондай политикасы. Final Cut программасы да тура сондай, бір-ақ рет төлейсің, өмір бойына сенікі болады. Бағалары 180 мың теңге. Final Cut'тың да, DaVinci Resolve'тың да. Қазір біздер основной Premiere Pro, Final Cut, DaVinci туралы әңгіме айтамыз. Avid дейтін киноның монтаж жасайтын программаларға олар жолатпай қойын, оларға никогда сендер и так отырмайсыңдар. Final Cut'ты да алып тастай салайын. Final Cut деген өте жақсы программа, только MacBook'тарда болатын программа, потому что ол Apple компаниясының программасы. Бұны да алып тастай тұрайық. DaVinci мен Premiere'ді ғана қазір қалдыра тұрайық. Premiere Pro'да отыру үшін, Premiere Pro маған қажет деп айту үшін, сендер бірінші очередь After Effects дейтін программа бар. Соны игерген адам болуларын керексіңдер. Уже бірінші очередь After Effects'ті уже біліп тұрған адам болуларын керексіңдер. Және After Effects'пен жұмыс жасау арқылы ақша тауып атқан адам болуларын керексіңдер. Уже. Сол адам ғана мен Premiere Pro программасын скачать еткім кеп жатыр, соны игергім кеп жатыр деп айтуға құқықтарың бар жалпы. Мен солай есептеймін, менің субъективный мнением.
Не үшін бұлай айтып отырмын? Өйткені Premiere Pro программасын жасай алатын нәрсенің бәрін DaVinci Resolve жасай алады. Premiere Pro программасын установить еткен сияқты пиратский DaVinci Resolve да установить етуге болады, даже легче болады сындыру. В-третьих, жаңағыда айттым ғой, разовый покупка. Егер взломщик адам, мен сияқты взломать ететін адам болмай қалған кездің өзінде программаны сатып алуға болады. Бір-ақ рет өмір бойына сенікі болады. Осы основной причиналардың біреуі DaVinci Resolve выгодный деп есептеймін. Бір жылға төлейтін ақшаңды есептеп қарағанда DaVinci қатты выгодный екендігін білуге болады. Adobe'тың сайтына кіріп, өзіңе ұнайтын программаны есептеп көр, қалай болады екен жаңағыда, есептеп қарап көр. Разовый покупка жақсы ма, подписочный система жақсы ма? Конкретно маған келген жігіттерде Premiere Pro'ны сұрап жатқан себебі олардың, потому что оларда уже Premiere Pro'ны үйрете алатын адам бар. Жаңағы мен танысым арқылы келіп жатыр дедім ғой. Сол жаңағы менің танысым, қолында MacBook'ы бар. Сол Premiere Pro'да отырады, тойды ғана монтаждайды, жұмыстары сол тойдың төңірегінде болғаннан кейін. И сол жаңағы менің танысым оларға Premiere Pro программасын үйрететін болып келіскен, по-моему, олармен. И олар сосын маған солай кеп тұр. Бізге Premiere Pro керек. Все, Premiere Pro. Ана үйретеді бізге, все, Premiere Pro'да боламыз. Той түсіреміз, Reels монтировать етеміз, ақша табамыз деген ой шығар енді оларда да. Бірақ мен оларға ескертіп жатырмын да, ол осындай программа, ертең мен болмай қалсам не істейсіңдер? Ертең MacBook'ты обновить етіп жібергеннен кейін macOS система мен Adobe Premiere Pro'ның жылдары бір-біріне сәйкес келмей қалатын кездер болады. И Premiere Pro обновление сұрап қалады. Сенің MacBook'ың тым жаңа, мені де жаңарт, немесе сенің MacBook'ың тым уже ескі болып қалды. В общем, солай бір-біріне сәйкес келмей қалатын кездер болады да. Уже болды, все. Слетает жаңа подписка, программаң ашылмайды. Ашылатындай қылған күннің өзінде де сен уже болды, Adobe-ға ұсталасың. Сені тауып алады, ақша сұрайды сенен. 7 күндік тегін версиямыз бар, пайдалан, 7 күннен кейін, пожалуйста, ақша төле дейді. Карточкаңды байла дейді. Олар карточкаңды байлап алғаннан кейін уже болды. Жіберу оңай болмайды, в общем. Одан отписка жасау дейтін бар, ой, біраз тірлігі бар, в общем. Түсіндіре алдым ау деймін, не үшін Adobe программаларына жоламау керек? Adobe программалары өте жақсы, өте древний, баяғыдан келіп жатқан программалар. Базар жоқ. Photoshop'тың аналогы рынокта почти что жоқ деп есептеуге болады. After Effects'тің дәл қазір аналогы почти что жоқ деп есептеуге болады. Олар оңайырақ, тезірек, мықты задачаларды орындай алады. Бірақ жаңағыдай ай сайын ақша төлеуің керек. И сосын сен өзің сол программалар арқылы уже ақша тауып жатуың керек. Мен сол кезде ғана құптаймын Adobe'тың программаларын. Ақша тауып жатсың ба? Сенің задачаңды шешіп жатыр ма? Добро. Ай сайын ақшасын төле, пожалуйста. Немесе ақша табайын деп жатсың, мен гарантированно осыдан кейін мен ақша табайын деп жатырмын. Тек осы болмаса, болмай тұр осы. Adobe'тың программасы болмай тұр осы болмаса. Ақша табуым үшін. Пока что взломанный версиясы керек болып тұрған еді. Потом подпискаға отырам, пожалуйста, қазір ақша жоқ десе, оны да түсініп жатырмын. Бірақ мына жақта DaVinci Resolve дейтін программа бар кезде, и то официальный сайтында официально бесплатный версиясы бар ғой, оның еще. Мен оны айтып badadым әлі. DaVinci Resolve'ды бесплатно скачать етіп қолдана беруге болады, анандай базовый задачаларға, ана жігіттердің задачаларына негізінен. DaVinci Resolve'тың бесплатный версиясы мына жерден жетеді. Олар маған обратиться етпей-ақ, маған ақшаларын құртпай-ақ, сонымен ғана отыра берсе болатын еді. Бірақ олар білмеймін, интернеттегі видеоларға тойып алған Premiere Pro'да отырсам, After Effects'ті де үйреніп алам да, ары қарай все там. Крутой монтаж ғой, бәрінің ойындағышы, крутой монтаж. Мықты монтажер болам, жұмыстарым крутой болады. S-Log'ты түсіріп келем, S-Log'ты интерпретация жасап, қайдағы S-Log айналайын, қайдағы After Effects, қайдағы 2D анимация саған. Сендер даже MacBook'тарыңның қолданып жүрген MacBook'тарыңның көрсеңші. MacBook'тарыңның тачпадының курсордың скоростін өздеріңе ыңғайлап, әлі өзгертпегенсіңдер ғой, настраивать етпегенсіңдер. Сендер даже тачпадты басып отыру, басып отырмай-ақ қою, соны настраивать етпегенсіңдер ғой. Даже кейбіреулерін көрген MacBook'ты 2-3 жыл бойы өшірмей қолданып жүргенде, өшіруді білмеген осы MacBook, не үшін екен білмеймін. Өшірмеген. MacBook'ты өшірмей қойсаң болады деп айтқан екен оларға біреу. Өшірмей қолданып жүрген. Сосын мен бір-ақ рет өшіргеннен кейін қайттан жауып ашам ғой. Пароль сұрайды 4 цифра. Соны естерінен шығарып ұмытып қалған ғой. Уже білмейді. Восстановление жасау керек. iCloud'та сообщение келеді. В общем, iCloud'пен тірліктерді шешу керек ары қарай. Сөйткен кездерімде болғанда. Қайдағы After Effects, қайдағы Premiere Pro, қайдағы видеография сендерге ше.
Сендер қарапайым қолдарындағы устройствоның қарапайым настройкаларына бастарыңды ауыртпағансыңдар да. Не деп айтайын енді? Жаңағы нашар видеограф, конченый мобилограф деп айтып жатқаным осы. Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve-тарды да сырып қойған кездегі сендердің базовый ответственностьтарың, мына өмірге деген вообще өмірлерің бар ғой. Соның өзінде мен даже сомневаюсь қалай өмір сүріп жатқандарыңа. Оның бәрін мен не үшін айтып жатырмын? Сендердің өмірлеріңе маған плевать. Не істейсіңдер сендер өмірлеріңмен? Маған плевать. Мен не үшін бұның бәрін күйіп-пісіп айтып жатырмын? Сендерге обращаться ететін адамдарды ойлап айтып жатырмын мынаның бәрін. Клиенттерді айтып жатырмын. То есть клиенттер сендерге обращаться етеді. Сендерге қалай обращаться етуге болады, мен таң қаламын вообще. Ладно. Бұлар начинающий ғой, енді жарайды. Premiere Pro'да әлі отырып көрмеген жігіттер. Но әңгімелерінен байқап тұрмын, то что олар уже тойға шығып жүр, кейбір проекттерге араласып жүр, жаңағы өздерінің ағашкалары бар, кейбіреулердің таныстары бар деген сияқты. Кейбір клиптардың, кейбір рилстардың жаңағы съемкаларына қатысып жүргендігі байқалды әңгімелерінен. Фотограф ретінде заказдарды атқаратындығы, жаңағы кейбір запростарда Lightroom сұраған кездері болған кейбір жігіттердің. Ал MacBook'ты ашам, MacBook'тың мына жерін шылап көрдің ба, мына жерін ашып көрдің ба, вообще білесің ба, монтажный программамен жолығып көргенсің ба деген сұрақтарға дым білмеймін. Телефонда CapCut'пен жасаған міне жұмыстарым мынандай дейді. Кәдімгідей ақша тауып жүрген жігіттер еще. Бірақ монтажный программамен мүлдем жолығып көрмеген, монтаж деген сөздің М деген әрібі де жоқ миларында вообще. Просто бомбить етіп жатқан себебім осы да. Сәл ответственностьпен келу керек та, тірлікке, ответственностьпен. Хотя бы клиенттердің жұмыстарын ойлау керек та. Жаңағы кішкене ашуланып айтып жатырмын, потому что кезінде көрген кездерім болып еді. Менен жасы үлкен видеографтарды айтып жатырмын қазір. Өз көзіммен көргем сондай видеографта биткен. 4К-мен тойды түсірген, качествосы жақсы болсын деп. Тойды 4К-мен түсіріп келген. Мен көз алдымда iMac па сондай тоже MacBook сияқты бірдеңе. Сода монтаж жасап отыр, материалды тастап, менің көз алдымда ашып монтаж жасап отыр да, рендер кезінде ма көріп қалғам. Проектті ашып рендер етіп жатқан кезінде ма. И MacBook жаңағы iMac қиналмасын деп рендерда 720 качество бар ғой, даже телефондарда ондай качество жоқ қазір. 720 дейтін, жаңағы Full HD-дан да төмен качество бар ғой. Сонымен рендер етіп жатыр ғой, в общем. Сонымен тапсырады екен клиентке. Флешкаға салады, сонымен тапсырады. Сонда 4К-мен түсірілді, нафиг 4К-мен түсірілді видео сонда тойда. Кім үшін, кімнің құрметіне? Качествосы құртылып кетпесін дегенде мен качественный болсын деп түсіреді екен да. Бірақ клиентке берілетін 64 гигабайт флешкаға ақша қимай, әрең 32 гигабайт флешка сатып алатын ек қой, өзімізде сөйттік қой. Арзан 32 гиговый флешка сатып алады да, соған материал той сыйсын деп, максимально салмағын азайтып, немесе iMac жаңағы MacBook қиналмасын деп, компьютерім қиналмасын деп, жаңағы 720 качествомен рендер етіп клиентке тапсырады. Нафига, кім үшін, не отыр өзі? Не істеп жатқаныңды білесің ба деген сияқты ғой. То есть бұны мен қалай айтсам болады деген. Қалай айтуға болады деген, немен салыстырсам болады деген. Мен торт жасап жатырмын деп ойлайды да, бірақ нанға қантты араластырып сәл клиентке солай беріп жатыр десем болады ма? Клиент еще оны схавает, еще клиент оны қақпайды ғой. Клиенттерге бәрібір. Клиент өзінің үйге барған кезде телевизордан либо ноутбугынан өзінің түрін көрсе болды. Біз жүр екенбіз ғой, болды, дейді. Качество, өлең, ол жерде не болып жатыр. Storytelling, жаңағы последовательность. В общем, оның бәрі біздің саладағы нелер ғой, болезньдер. Цветокоррекцияны айтпай-ақ қояйын мен вообще. Айтпай-ақ қояйын. Вот цветокоррекцияға шынымды айтайын, мен өзімде жоқпын қазір. Қанша жыл болды? 5-6 жыл жүрмін деп айта аламын осы салада, иә. Кәдімгідей нашар жұмыстарым өзіме әлі ұнай қоймайды. Кәдімгі мойындауым керек. Бірақ кейбір адамдардың реакциясы бойынша ойбай керемет қой деген адамдар бар, иә. Қазір мысалы мына видео сапасыз осылай жазып отырмын, потому что мынердегі үстелім, жарығым вообще басқа жаққа кетті. Өзіміздің тірліктер, оны басқа влогтарымда, нелерімде көрсетемін. Қазір тек терезенің жарығымен мен видео жасап отырмын YouTube'ыма, өзім YouTube каналыма. 4К-мен түсіріп жатырмын, DJI микрофонына жазып жатырмын деген сияқты. Звук жазылып тұр, қазір мен оны чекать етіп жатырмын. То есть қарапайым осындай әшейін говорящая голованы жазу үшін біраз аспект, біраз нені қарап, настройкаларды қадағалап қарап отыра алатын ми керек та, и жауапкершілік керек. Мына жұмысты мен мысалы клиент үшін жасап жатқанымда уверенно жасайтын. Ал ана жігіттерге мен мына тірліктің өзін сеніп тапсырмаушы едім да мысалы. Ал оларға Premiere Pro керек екен. Premiere Pro, ойбай. Ладно, сендер білмейтін нәрселерің үшін кінәлі емессіңдер. Начинающийларға всегда айтам. Енді бастап жатқан адам бар ғой. Бір затты не то жасап қояды да, мысалы айтам, мына жерде сенде видеода строп болып жатыр.
қатты ақырындатып жібергенсің, строп болып жатыр, 25 кадрға жетпей тұр. Немесе мына жерде контраст тым көбірек, мына жерде қатты переборщил, жаңағы покраскамен деген сияқты, өлең сәйкес келмей тұр, битқа деген сияқты. Кейбір нелерде слухпен проблема видеографтарда. В общем, бәрін айтам, айтып болғаннан кейін көңіл күй түсіп қалған сияқты болады да, начинающий видеографтың бәрімізге жұмысымыз жамандаса жаман болып қаласың ғой. Сосын айтам, подбадривать етуге тырысам да, сен білмейтін нәрсең үшін кінәлі емессің. Егер сен тырысып атсаң мынаны реттеуге, мен айтқаннан кейін, вот сол кезде сен самый лучший адамсың мына өмірдегі деп айтам да. Қателігіңді көрдің, мен айттым оны, деп білдің, мойындадың, и сосын соны келесі жұмыста обязательно исправлять етуге тырыстың. По возможности. Мен қолыңа бардан Ари камерасын сатып ал, либо Blackmagic сатып ал, болмайды мынау. Немесе нәрде съемка болайын деп отыр, не профессиональный жарық, Амаран, либо Nano Light дейтін жарық әкеп түсіріп отқан жоқсың деп айтып отқан жоқпын оған. Неғып мынау именно S-Logпен түсіп отқан жоқ деп айтып отқан жоқпын. S-Log нафиг не нужен негізінен 90% съемкада. S-Log ютуберлардың просто панты ол жатқан тұрған. 10-битный картинка мына жерден жетеді. Осыдан 20 жыл бұрынғы режиссер, кинорежиссерларды алып кеп, қазір қолына мен қолымда мысалы Panasonic түсіріп жатыр, осындай камераны берген кезімізде просто шедеврлар жасап беретін еді ол, осындай камераның өзімен. Қолымызда не деген үлкен возможностьтар, техника тұрды, мен MacBook Air M1 ескілеу болса да, iPhone тұр, мен 13-й бірақ жарайды, бірақ шедевр жасауға тоже. SSD дисктер, скоростқа арналған, там не бар, петличкалар, камералар, объектив, оны айтпай-ақ қой, сұмдық. Қолымызда техника жетеді жігіттер, қолымызда үлкен возможностьтар бар да. Premiere Pro'ны жазып бергеннен кейін де жаңа балдарға айтып отырмын ғой. Қолдарыңда өте үлкен инструмент тұр, өте үлкен. Мысалы, қолына DaVinci, After Effects и Premiere Pro жазып берген адамға айтып отырмын да. Қолыңда әлемдегі ең мықты 3 программа тұр деймін да. Мынадан кейін сен маған что-то мына программа мешает, мына программа маған жұмыстарымды раскрывать етуге жол бермей жатыр деп айту ұят болады деймін да. Кез келген жұмысыңда енді кінәлі сенсің деп айтам. Өзің кінәлісің. Программа красавчик бұл жерде. Программада ешқандай не жоқ, кемшілік жоқ, сенде кінә болады дедім. Дәл осылай айтып жібердім бір балаға. Одан басқа да минустар жетеді бар ғой, мен просто бәрін айтып жатырмын да, былай да былай. Мобилографтар өзін түсініп жатқан шығар, видеографтар да не үшін бүйтіп айтып жатқанын түсініп жатыр. Сосын қазір февральдамыз қазір, жұмыссыз жатырық, мойындау керек, заказ жоқ, демпинг дейді ғой, цена бағаны түсіріп тастағандары ұнамайды мобилографтардың. 5000 теңгеге немесе бір ролтонға үлкен жұмысты шыға береді, бір үлкен жұмысты атқара береді деген сияқты ғой. Мобилограф деген сөз как будто бар ғой, маған андай ғой, естеді қазір бар ғой, андай. Көшедегі бомждан да төмен нәрсе шықты, андай. Пирожки, өзінен қалған обедки бар ғой, андай. Бүйтіп бейшара біреуге лақтырған сияқты. Кинодағыны айтып жатырмын, мен біреу кемсітіп жатқан жоқпын, үйі жоқ адамды былай. Просто маған солай елестейді да, именно мобилограф нашар бір андай, үстінде киімі жоқ біреу, аузындағы тамаққа қарап тұрған адам сияқты көрінеді бар ғой, мәш деп былай лақтырасың ғой. Сол тамақты жеп соған рахмет айтатын адамдар сияқты көрінеді бар ғой. Ренжімеңдер маған, серьезно айтайын. Ренжімеңдер, потому что бағана түсіретіндер де сендерсіңдер. Видеографтарға касается, тоже начинающий. 5000 теңгеге любой жителікті атқаруға дайын адамдарды айтып жатыр. Жұмысты адекватно бағалап, адекватно айтатын адамдар мен түсініп отыр. Сосын усидчивость деген нәрсе бар. Қазақша қалай болатынын білмеймін. Сендердің бәрің программаларды, MacBook'та дұрыс игере алмай жатқандарының себептерінің біреуі усидчивость деген нәрсе жоқ. YouTube'қа кіріп урок қарауға жалқауланасыңдар. Қарапайым задачалар, қарапайым MP4-ді MOV-ға конвертировать ету дейтін сұрақтардың өзін бар ғой. Просто кейде болады. Әшейін той жасап жүрген жігіттерді айтып жатырмын. Кеше ғана сондай бір запрос болған еді. AVC HD дейтін форматпен кеп қалған видео. Мен онымен өзім не сталкивался до этого. И MacBook оны көрмей тұр екен, аша алмай тұр екен да. Брат, мынау қалай болады деп маған жазып жатыр да. Мен онымен вообще не сталкивался до этого. Только MP4, MOV деген видеоларды көріп жүргем ғой. RAW-тарды кейде көргем. Сөйтіп AVC HD и аппақ папка болып тұр да, ашылмайды анау. Негізінен бұда видеолар болу керек, бізде көп видео жазғанбыз дейді, ашамай тұрық, MacBook көрмей тұр дейді. И сосын просто YouTube-ға кірдім, AVC HD MacBook деген запрос қана ғой, соны жаздым да, іздедім. И сразу первый, даже видео емес, первый шорт, сәшін, вертикальный видео, сол проблеманың шешімін көрсетіп тұр да. Кірем, қарайым, 5 секунд па уақытым кетті. AVC HD-дің өзін ішін показать содержимое пакета деп ашу керек екен.
И сол кезде ана видеолар ашылады екен. В общем, қарапайым запрос. Соны жазуға ерініп, немесе қорқып, жаңағы программаны құртып алмайын, жаңағы тойды түсіріп келді ғой енді ол. Құртып алмау керек та, бірдеңені бассам, мына материал кетіп қалса, өшіп кетсе, сөз естуден қорқады ғой енді, ол адекватный реакция. Былай қатып қалады да, болды, двигаться нельзя дальше деген сияқты. И сразу маған жазады. Брат, мынау қалай болады, братан, мынау қалай болады. Бұрын көрмегенбіз, MacBook ашпай жатыр. Ішінде материал бар еді, жоғатып алмау керек деп. Қаншалықты дәрежеде конченый екендіктеріңді айтып жеткізе алдым ау деймін сендерге. Вот осыны біле жүріңдер. Тағы не айтайын деп едім. Сол, Premiere Pro'ға жолаушы болмаңдар вообще. Вы этого недостойны, серьезно айтайын. Premiere Pro, After Effects. Вот After Effects'ті, анау парам-пам деп видеосын бастайтын жігіт бар. Украинец па сондай. Парам-пам деп бастайды да. И өзінің Fiverr ма, сондай бір не бар, сайт бар. Әлемнің бүкіл елдерінен заказ түсетін, сол заказдарды орындайтын жігіт анау. Открываем After Effects, парам-пам. И After Effects'тен өзінің курсы бар. Көптеген адамды жол курстарын өткізген. Оның учениктарының өзі, оқушыларының өзі жақсы ақша табады қазір. Ол просто учениктардың жұмыстарын тексеріп, қарап отырса болды. Заказды алады да, шәкірттеріне тапсыра салады. Заказды алады да, шәкірттеріне тапсыра салады. Дәл қазіргі видеолар сондай. Қазір видеосын қоятын шығар мен оның. Вот соның хотя бы бір видеосын қайталап көріңдер. Немесе After Effects урок деп жазыңдар да, сол уроктағы 1 минуттық видеосын обучениедағы, соны өз қолдарымен қайталап, соны жасап көріңдерші. Соны жасап көріңдер. О, маған ұнады дейтін болсаңдар, жарайды. Ол жерден беттерін қайтпаса, 1 айлық After Effects'тің ақшасын төлеп, маған обращаться етпей, взломный программаны қолданбастан, официально Adobe деп жазып, сайтына кіріп, 1 айға ғана After Effects'ті төлеп қолданып көріңдерші. Жаңағы урокты ұнап жатыр екен, жарайды. Басқа уроктарды да көріңдер, беттерін қайтады ма екен, қайтпайды ма екен. 100%-ің тастап кетесіңдер, отвечаю, After Effects менікі емес деп айтасыңдар. Потому что кезінде де мен кәдімгі сынап көрдім өзім. Көрейінші, жаңа After Effects жазып алғам. И кәдімгі бір видеоны қайталап көрдім. Бастан аяқ. Рекламный бір ролик еді. Ресторанның заказы сияқты зат, рекламный жаңағы щиток сияқты зат жасалған. Қарапайым ғана видео. Даже длительность 10 секунд шығар, 10 секундтық видео, Соны жасадым и түсіндім. After Effects менікі емес. 2D анимациямен айналыспаймын. И заказдарымда 2D анимацияға қатысты бір бәле болатын болса, өзім оған қатыспаймын. То есть, аниматорға тапсырам, немесе заказчикқа айтам, мен мына тірлікті жасаймаймын деп бірден айтатын болып, солай сол кезде шештім. After Effects менікі емес. Рахмет Adobe компаниясына. И вместе с этим, получается, Premiere Pro'ға да маған жалаудың қажеті жоқ. Нафиг не нужен Premiere Pro. Егер After Effects'пен ақша таппайтын болсаңдар. Екеуі мынандай егіз программа. Жалғыз Premiere Pro'ның өзі ғана керек деп айту ұят тірлік болады. Мына жақта DaVinci Resolve бар кезде. Даже CapCut'тың өзі ол задачаларды шеше алады деп айтуға болады. DaVinci Resolve бесплатно скачать етіп алуға болады. Даже CapCut'тың өзі қазір платный ғой, оның бәрін білесіңдер. 3000 теңге ма, 7000 теңге ма, сондай айына. Нашар видеограф, конченый мобилографтар деген осы мен. Осы. Я в этом варюсь тоже жаңағыдай. Осы қазанда мен де қайнап жатырмын да. Көріп жүрмін, күнде почти көремін. Бәрімізге айтар ақылым, оған оның ішіне мен де кіремін. Бәрімізге айтар ақылым, өсейік, кішкене өсейік, кішкене ответственностьпен қарайық, кішкене болсын усидчивость деген нәрсені қосайық, компьютерді ашайық. Мына программа менен не сұрап тұр, клиенттің запростары қандай, мен не істеуім керек, қандай решенияларды қабылдауым керек. YouTube, ChatGPT, форумдар, әртүрлі сайттар. Соның бәріне кіруге, оқуға, қарауға, қайталауға. Ең важный нәрсені біреу қазір айтам мына. Жазуға әдетке айналыңдар. Өте үлкен қазір ақылдарды айттым мен сендерге. Өте үлкен. Осының өзі жетеді сендерге өмір бойына. Айтайын деп отқаным жауапкершілік, кішкене болсын жауапкершілік. Жұмыстарыңды жамандап жатсың, мен де сендер конченый деп айтып жатырмын ғой, конченныйсыңдар, базара нет. Бірақ осы конченый жерден сәл де болса жақсырақ конченый адам болуға болады, Кішкене болсын тырысыңдар. Болды сол, осыны айтайын дегем. Удалите нахрен Premiere Pro, скачайте DaVinci Resolve бесплатной версиясын. Потом будете маған сосын жазасыңдар. Комментарийға болсын, либо там сообщениеға жазсаңдар болады. Братан, дальше не істейік, үйренейін деп едік деп. Айтқаның дұрыс болған екен кезінде деп. Все, давайте.